Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Аймен. Бүгін қамыры езілмей шығатын, өте керемет дәмді болып шығатын кеспе көже дайындаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Ең алдымен етімізді картоп, сәбіз, пияз, қызанақ бәрін жуып, тазалап турап аламыз. Қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, жаңағы етімізді салып, жақсылап 3-4 минут қуырып алатын боламыз. Етіміз 2-3 минуттай қуырылып болғаннан кейін пиязымызды саламыз және сәбізімізді саламыз. Жақсылап тағы да 1-2 минут қуырамыз. Екі-үш минуттай қуырылғаннан кейін помидор мен картопымызды саламыз. Жақсылап бұны да 2-3 минуттай қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Барлығы бір қуырып алғаннан кейін қайнаған ыстық су құямыз. Газымыздың астын орташа етіп қойып, бетін жауып 1 сағаттай қайнатамыз. Біздің сорпамыз осылай жай қайнауы керек. Бетіндегі көбіктерін алып тастаймыз міндетті түрде. Дәл осылай жай 1 сағат қайнап пісуі керек. Келесі кезекте қамырымызға кірісеміз. 2 жұмыртқамызды аламыз, тек жұмыртқа және тұз. Осы екеуін жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң ұнымызды қосып қамыр илейтін боламыз. Бізде қатты қамыр шығу керек, қатты етіп илейміз. Ұнымызды осылай шетінен қоссақ болады. Бізде осындай қамыр шығады. Осы қамырымызды 10-15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Қамыр жаятын жерімізге ұнымызды себеміз. Және де жаңағы қамырымызды жаятын боламыз. Жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырдың жұқалығы 2-3 мм болғанша жайып аламыз. Дайын қамырымызды жақсылап осылай арасына ұн себеміз. Ұнын көптеп етіп себе береміз. Енді оқтауымызды алып, орап аламыз. Осылай орап, кесіп алатын боламыз.
Дәл осылай видеодағыдай орап, жақсы өткір пышағымызды алып, майда етіп турап шығатын боламыз. Мінекей барлығын турап алдым, енді сорпамызға салуға дайын. Сорпамыз әдемі қайнап жатыр, 1 сағаттай болды қайнап жатқанына. Еті де пісіп дайын. Ал енді жаңағы кесіп дайындаған кеспемізді шетінен бөліп салатын боламыз. Бір дестен бәрін салсақ, жабысып қалады қамыр болып. Сондықтан бөліп осылай дәл видеодағыдай салатын боламыз. Әр салған бөлігімізді осылай ожаудың көмегімен араластырып тұрамыз. Кеспеміздің бәрін салып алғаннан кейін 5-7 минуттай қайнатамыз. Біздің сорпамыз ұсынуға дайын. Баршаңызға ас болсын, сау болыңыздар.